Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы арифметикалық өрнектердің жазылу ережелері. Оқу мақсаттары. Питон тілінде сызықтық алгоритмді жазу. Бүгінгі сабақта үйренеміз арифметикалық өрнектердің жазылу ережелерін, сызықтық алгоритмдерді жазуды. Арифметикалық операциялар дегеніміз сандармен орындалатын есептеу операциялары болып табылады. Питон бағдарламалау тілінде қолданылатын операцияларға қосу, алу, көбейту, бөлу, бөлгендегі қалдық бүтін санды бөлу және де дәрежелеу жатады. Кестеде питон тіліндегі арифметикалық операциялар және оның сипаттамалары көрсетілген. Қосу таңбасы қосуды білдіреді, алуды, көбейту, бөлу, ал процент бөлгендегі қалдық, екі қисық сызық бүтін санды бөлу және екі жұлдызшамыз дәрежелеу дегенді білдіреді. Арифметикалық өрнектер сандық мәндерден тұратын және арифметикалық операцияларда қолданылатын өрнек болып табылады. Оқушылар, арифметикалық өрнектердің программада жазылу ережелері мен нәтижесіне берілген мысалдарды Python бағдарламалау тілінде жазып көрейік. Енді print командасын қолдану арқылы қосуды есептейік. Жақша ішіне 15 қосылған 5. Яғни бізге осы екі санның қосындысын тұратын болады. Яғни 15 жазамыз, бір бос орын плюс бос орын 5. Келесі дәл осындай командаға қосындыларды есептейік. 15 қосылған 5. Енді 15 санына теріс мәнді, мысалға 15 қосылған минус 3 деп көрейік. Яғни 15 қосу минус 3 болады. Келесі, енді біз ондық санға сан қосып көрейік. Мысалға 15 бүтін 3-ке 15 нүкте 3-ке қосамыз. Қосайық 5-ті. Енді осыны ран батырмасының көмегімен шығарайық. Яғни 15-ке 5-ті қоссақ 20, 15-ке қоссақ минус 3, яғни бізде плюс пен минусты білдіреді алынады. Яғни 12. Ал ондық санға қосқан кезде біздің 15 деген жерге ондық бізде уже 5, яғни 5-іміз 15-ке қосылды. 20 бүтін 3. Енді оқушылар азайту амалын жазып көрейік. Мысалы, енді оқушылар азайту амалын жазып көрейік. Print командасын қолданамыз. Экранға шығарып, екі санның айырмасын. Енді 15-тен алып көрейік 5-ті. Келесі енді теріс санды қолданып көрейік. 15-тен алайық минус 5-ті. Енді ондық бөлшектерінде жазып көрейік. 15 бүтін 5-тен 5-ті. Арғарай run командасына 5-ті. Арғарай run командасына береміз. Бізде шығады. Дұрыс, 15-тен 5-ті алсақ 10. 15-тен 2 минус бізге плюсті білдіреді де, 15-мізге 5-міз қосылады. 20. 15 бүтін 5-тен аламыз 5-ті. Яғни ондық бөлшегінен 5-ті алатын боламыз. Сол кезде бізде 10 бүтін 5 шығады. Енді көбейту амалын жасап көрейік. Ол жерде бізде уже арифметикалық таңбалардың орнына көбейтуді қояйық. Мысалы, 15-ке көбейтейік 5-ті. 15-ке көбейтейік минус 5-ті. Және де ондық бөлшекке көбейтейік 5-ті. Енді көрейік, яғни минус таңбасын теріс санды оң санға көбейткен кезде теріс сан шығады. Сонда минус 75, 15-ке 5-ті көбейтсек 75, және де 15-ке 5-ті көбейтсек 77 бүтін 5. Енді дәл осыған бөлу амалын қолданып көрейік. Яғни 15-ті бөлейік 5-ке. 15-ті бөлеміз
15-ті бөлеміз минус 15-ке, және де ондық санды бөлеміз 5-ке. Енді көрейік қаран. Дұрыс, 3 шығады, минус 3 және 3,1. Жарайсыздар. Енді қалдықты есептеп көрейік. Яғни ол үшін мысалға қалдықпен бөлінетін сандарды алайық. Яғни мысалға 8-ді бөлейік 2-ге. Бұл бізде қалай? Бұл бізде қалдықсыз бөлінеді. Мысалға 9-ды бөлейік 5-ге. Яғни бізге бұл жерде бөлгендегі қалдықты шығару керек. Яғни ол үшін біз процент таңбасын қолданатын боламыз. Тағы да енді 15-ті 5-ке бөлгендегі қалдықты есептеп көрейік, және 15,5-тегі 5-ке бөлгендегі қалдықты есептетуіміз қажет. Ран батырмасын басайық. Яғни 9-ды 5-ке бөлінген кезде бізде 4 деген қалдық қалады. Одан кейін 15-ті 5-ке бөлсек бізде ол тура бөлінеді, яғни қалдықсыз бөлінеді, 0 қалады. 15-ті тоже 5-ке бөлсек, ол да қалдықсыз бөлінеді. Мына жерде кішкене қате кетті. 15,5-ті бөлейік 5-ке. Тағы да көрейік. Яғни бізде біріншісінде қалдығымыз 4 дұрыс, екіншісінде қалдық қалмайды, яғни 0. Одан кейін 15,5-ті 5-ке бөлісетін болсақ, онда 0,5 шығады. Келесі біз бүтін бөлігін есептейік. Бүтін бөлігін есептеу үшін біз екі қисық сызықты таңдаймыз. Яғни бізде бұл жерде қалдықты емес, бүтін бөлігін есептетіп береді. Оған осылай таңдаймыз. Екі сызық. Екі сызық, тағы да екі сызықты. Енді есептеп көрейік. 1 шықты, 3 шықты, 3,8. Яғни бізде 9-ды 5-ке бөлген кезде 1,4. Яғни бізге қалдықты емес, тек бүтін бөлігін ғана көрсетті. 1-ді көрсетті. 15-ті 5-ке бөлсек, бізде ол бөлінеді, жалпы шығады. Қалдық жоқ бұл жерде. 15,5-ті бөлген кезде бізде 3,5 шығу керек, бірақ та енді бізге тек қана бүтін бөлігін көрсету үшін бізде 3 шығу. Енді дәрежелеу амалын есептеп көрейік. Яғни, мысалға 9-дың 2 дәрежесі дейік. Ол үшін біз 2 рет көбейту таңбасын қоямыз. Яғни 2 дәрежесі. Бұл 9-дың 2 дәрежесі дегенді білдіреді. Енді мына жерде 5-тің 2 дәрежесін шығарып көрейік. Тағы да көбейту амалының 2 жұлдызша ретінде жазамыз. Енді ары қарай 2-ның 3 дәрежесін көрейік. 3 дәрежесі. 2-ның 3 дәрежесін көреміз, 5-тің 2 дәрежесін көрейік. Енді ранға жіберейік, дәрежесі шығады. 9-дың квадраты бізде 81, 9-дың квадраты бізде 81, 5-тің квадраты 25, 2-ның кубы 8 болады. Питондағы модуль дегеніміз функциялары бар файл болып табылады. Математикалық функцияларды шақыру үшін маз модулі қолданылады. Маз модулінің негізгі функциялары pow, жақша ішінде number және power, яғни кез келген санды дәрежелеу қызметін атқарады. Squared, санның квадрат түбірін табу. Cell, нақты санды ең жақын бүтін санға дейін дөңгелектеу. Floor, нақты санды ең кіші бүтін санға дейін дөңгелектеу. Енді маз модулін Python бағдарламалау тілінде қолданып көрейік. Ол үшін біз import командасы арқылы маз модулін жазамыз. Қарай, біз квадратын есептеп көрейік. Бағана біз 9-ды 2 дәрежесін жазу үшін 9 2 жұлдызша 2 деп жазды. Сол кезде оның біз квадратын шығарған болатын. Енді біз қандай да бір айнымалыға, қандай да бір операторға маз модулі арқылы квадратын шығара аламыз. Ол үшін мазы ары қарай нүкте арқылы pow деген жазамыз. Pow ақшаның ішіне біз мысалға 9 сан жазамыз бірінші. Одан кейін оның шығарылу керек дәрежесін жазамыз. Яғни квадрат. Квадрат, яғни оның біздің 2 дәреже. Бұл жерде бұл pow дегеніміз бізде дәрежені білдіріп тұр. 9-ды мүмкін біз 3 дәрежесі деп те жазуымызға болады, 2 дәрежесі деп те жазуымызға болады. Ары қарай біз оны шығару үшін print командасын, экранға print командасын A деп жазамыз. Енді программамызды іске қосып көрейік. Маз модуліндегі функциялардың бірі ол
санның квадрат түбірін табу. Яғни оны біз s сквертімен жазамыз. Яғни біз s сквертімен жазамыз. Ол қалай жазылады? Шығару командасын қолданамыз. Мысалға print ары қарай жақша ішінде біз мас нүкте s скверті және түбірдің астындағы санды жазамыз. Ол мүмкін 81, 9 қандай да бір санның түбір астына шығару керек, санды жазуымыз керек. SQR 9 немесе 81 делік, өзім 81-ді алайық. 81-ді жазайық. Енді оны шығару үшін ранды басайық программамыз. Яғни біз 81 деген түбірден 9 санды шығарды есептеп береді. Қарай ең жақын бүтін санға дөңгелектеу функциясын қолданып көрейік. Ол үшін бізде осы print командасы, тек ол жерде біз cell деген функцияны қолданатын боламыз. Яғни оны дөңгелектеу, cell. Мысалы, 4,56 деген санды ондық санға дейін дөңгелектеу керек болады. Жазамыз 4,56. Енді ең жақын бүтін санға дейін дөңгелектейді, енді ең кіші бүтін санға дейін дөңгелектейді. Бұл үшін біз floor командасын қолданатын боламыз. Яғни ең кіші 4. 4 бізде ең кіші бүтін санға дейін дөңгелектеп берді. Тапсырма. Дәптерге орындайық. Процент, 2 қисық сызық, 2 көбейтінді арифметикалық операцияларға мысал келтіріңдер, нәтижесі мен есептің берілуін дәптерге жазыңдар. Жарайсың. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.